Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы. Сабақты түсіндіріп бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Сабақтың соңында жауабы көрсетілетін болады. Кейбір сұрақтардың жауабы қысқаша талқыланатын болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Периодтық кестені шартты түрде екі бөлікке бөлейік. Сызықтың сол жағында орналасқан элементтер металдар, ал оң жағындағылар бейметалдар. Бейметалдардың қасиеттері алуан түрлі және олар сыртқы түрімен де ерекшеленеді. Азот, хлор, оттек пен сутек газдар. Бром қоңыр сұйықтық, фосфор, йод және күкірт қатты заттар, әрі олардың әрбірінің өз түсі бар. Металдардың бірқатар ортақ қасиеттері бар және оларды көбіне ажырату оңай. Сызық бойымен орналасқан элементтер жартылай металдар немесе металлоидтар деп аталады. Олар металдардың да, бейметалдардың да кейбір қасиеттеріне ие. Металлоидтарға мысалы бор мен кремний жатады. Екі элементте балқу температурасы жоғары мұрт сынғыш қатты заттар. Металлоидтар салыстырмалы түрде электр тогын нашар өткізеді. Сондықтан оларды жартылай өткізгіштер деп атайды. Кремний ең маңызды жартылай өткізгіш. Ол электронды чиптер жасауда қолданылады. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі дегеніміз топ және период бойынша орналасқан атомдар жиынтығын атаймыз. Әрбір топтың өзіне сәйкес атауы бар. Бірінші топ элементтері сілтілік металдар, екінші топ сілтілік жер металдар, 15-ші топ пниктогендер, 16-ші топ халькогендер, 17-ші топ галогендер деп аталады. 18-ші топ асыл газдар немесе инертті газдар. Сонымен қатар кестеде 57 және 71 элементтердің арасында лантаноидтар, 89 мен 103 элементтер арасында актиноидтар орналасқан. Сонымен қатар 3 және 12 топ арасында ауыспалы металдар немесе ди элементтер орналасқан. Менделеев кестесіндегі тік бағандар топтар деп, ал көлденең қатарлар периодтар деп аталады. 1-ден 18-ге дейін нөмірленген 18 топ бар. Бірінші, екінші және 13-ден 18-ге дейінгі топтардағы элементтер негізгі топ элементтері деп аталады. 3-ден 12-ге дейінгі топтарда орналасқан элементтер өтпелі элементтер деген атпен белгілі. Периодтар деп аталатын көлденең қатарлар периодтық жүйеде 1-ден 7-ге дейін жоғарыдан төменге қарай нөмірленген. Лантаннан кейінгі оған ұқсас элементтер лантаноидтар қатарын түседі. Тағы бір қатар актиноидтар қатарына актиниден кейінгі оған ұқсас элементтер кіреді. Әр қатар атомдық нөмірлері ретті түрде артатын 14 элементтен тұрады. Периодтық кестенің бірінші тобында қатарынан орналасқан 3 элемент литий, натрий және калийдің электрондық конфигурацияларын салыстырайық. Олардың конфигурациялары өте ұқсас екенін оңай байқауға болады. 3 элементтің де сыртқы қабатында бір электрон бар. Сыртқы қабаттағы электрондар валенттік электрондар деп аталады. Периодтық кестенің екінші тобында қатарынан орналасқан 3 элементтің электрондық конфигурацияларының ұқсастықтарын анықтайық. Бериллий, магний және кальций 2 валенттік электронға ие. Бұл бір топта орналасқан барлық элементтер үшін валенттік электрондар саны бірдей болады дегенді білдіреді. Бірінші және екінші топ элементтері үшін валенттік электрондар саны топ нөміріне тең. Периодтық кестенің 17-ші тобында орналасқан фтор мен хлордың электрондық конфигурацияларын зерттейік. Олардың әрқайсында 7 валенттік электрон бар. 13-ші топ пен 18-ші топ аралығындағы негізгі топ элементтерінің валенттік электрондар саны топ нөмірінен 10-ды азайтқанға тең. 18-ші топ үшін бұл ереже толықтай орындалмайды. Себебі бұл топтағы элементтердің бірі гелий, топтағы басқа элементтер сияқты 8 валенттік электронға емес, тек 2 валенттік электронға ие. Периодтық кестенің алғашқы 3 периодындағы 3 жұп элементтердің сутек пен гелий, литий мен бериллий,
және натрий мен магнийдің электрондық конфигурацияларын салыстырайық. Бірінші периодтағы сутек пен гелий тек бір электронды қабатқа ие екеніне назар аударыңыз. Екінші периодтағы литий мен бериллийдің 2 электронды қабаты, ал үшінші периодтағы натрий мен магнийдің 3 электронды қабаты бар. Осылайша, периодтың нөмірі сол периодта орналасқан элементтердің электронды қабаттар санын көрсетеді. Период деп сілтілік металдан басталып, инертті газбен аяқталатын элементтер тобын атайды. Период горизонталь қатардан тұрады. Периодтық жүйеде 7 период бар. Олар рим сандарымен белгіленген. Әрбір период сілтілік металдан басталып, инертті элементпен аяқталады. Периодты элементтердің рет нөмірі артқан сайын атом радиустары кішірейіп, кейінгі атомның сыртқы қабығындағы электрондар саны көбейіп, олардың өзара ығысуының күшеюінен атом радиустары ұлғая бастайды. Ең үлкен радиус периодтың басында орналасқан сілтілік металға тән. Периодтық кестедегі топ ол атом нөмірлерінің өсу ретімен орналасқан элементтер жиынтығы. Периодтық кестеде 1-ден 18-ге дейін топ бар. Бір топ элементтерінің қасиеттерінен байқалатын ұқсастықтар мен айырмашылықтар олардың атомдарының электрондық конфигурациясы арқылы түсіндіріледі. Тігінен орналасқан элементтердің қатарын топтар деп атаймыз. Топ нөмірі элементтің ең жоғарғы тотығу дәрежесіне сай. Назар аудара кететін жайт атомдық номер дегеніміз не? Яғни периодтық жүйеде немесе периодтық кестеде белгіленген әрбір элементтің өзінің оң жақ төбе бұрышында өзінің сәйкес саны бар. Бірден бастап ұлғая бастайды. Мысалы, калий үшін ол 19, ал оның атомдық массасы 39-ға тең. Ол протон мен нейтрон қосындысы. Реттік нөмірі ол протон санына тең. Біздің білуімізше атомның протон саны электрон санына әрдайым тең болып келеді. Енді жоғарғы тотығу дәрежесі дегеніміз не? Мысалы, сілтілік металл үшін оның сыртқы қабатында тек қана бір электрон бар. Ол бір электронды бере отыра, яғни бір электроннан құтыла отыра, плюс бір жоғарғы тотығу дәрежесіне ие болады. Сондықтан оның топ нөмірі 1-ге тең. Ендігі кезекте уәде еткен сұрақтарды талқылаймыз. Элемент таңбасының бірінші сұрақтың жауабы, бірінші сұрақты қалай шығару керек? Яғни валенттілік электрон дегеніміз сыртқы қабатындағы электрондар санына сәйкес, яғни ол өзінің тобына сәйкес болып келеді. Мысалы, калий бірінші топта орналасқан, сондықтан ода бір электрон. Мысалы, хлор 17-ші топта орналасқан, бірақ СССР кезіндегі таблица бойынша ол 7-ші топта орналасқан, сондықтан оның валенттілік электроны 7-ге тең. Немесе қазіргі мен көрсеткен таблицаны қарастыратын болсаңыздар, 3-тен кейін 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші топтар үшін оннан азайта салыңыздар, и сонымен шығатын.